Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз тағы да кезекті заказымызға шықтық. Мустау кафеде болады. Как всегда, потайной ходтан кіреміз. Бүгін бізде мерейтойға оформление жасайтын боламыз. Осындай двойной круглый каркасқа натяжной тартамыз, жазу жабыстырамыз, айналасына домалақ етіп, шарларымызды қатырамыз. Сосын кейін алдында екі мольберт тұрады суретіменен. Бүгінгі заказға көріп тұрғандарыңыздай ұлымды алып келген едім. Екінші балам уже осылай көмекке жарап қапты. Тағы да бір 2-3 жылда уже көмекші маған алмай қойсам да болады. Осы балдармен-ақ заказдарға шығуыма болады екен. Қазірдің өзінде әжептәуір көмекке жарап қапты. Барлық заттарымызға көмектесіп, жазуларын алып беріп, шарларын алып беріп. Егер де сіздің де осындай үлкен балаңыз болса, ойланбастан осы бизнесті үйреніп, оқып алып, басап, бизнес қылып айналыссаңыз болады. Себебі көмекші балдарыңыз бар, қиналмайсыз деген сияқты. Негізі бұл бизнеспен любой адам айналыса алады. Ол ер адам болсын, ол әйел адам болсын, только желание болса болды. Кішкентай креатив, идея, жаңағы фантазияңыз болса болды. Барлығының техникасы бір, просто өзіңіздің фантазияңызды қосып, әртүрлі композиция жасай беруге болады. Бір нәрсені қайталап күнде жасай берсеңіз, бір күні қалай өзіңіздің мен секілді опытный аэродизайнер, оформитель болғаныңызды байқамай да қаласыз. Көп адамдар ойланып жүр да, бастасам ба, бастамасам да қолымнан келе ма, келмей ма деген сияқты көп қыз-келіншектер жазады. Мен сіздерге айтарым, көз қорқақ, қол батыр деп ойланбастан бастап кету керек. Аллах тағала өзі тәуекелшілерді жақсы көреді. Аллаға тәуекел деп бастап кетіңіз, сізге міндетті түрде Аллах тағала берекетін береді. Ал бүгінгі менің фотозанам ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.